Аман сау болыңыздар. Жер бетіндегі барлық қазақ аман болсын. Қалың елім қазағым, сау болайық, сақ болайық. Айтпақшы, мына су жаңа Қазақстандарыңыз не болып жатыр? Су жаңа Қазақстандарыңыз. Өңкей сол Назарбаевтан қалған ескі Қазақстандағы ескі ұрғары, қарақшы, сұмырай, суайт, алаяқ, бандит, террорист, солардан құралған жаңа Қазақстандарыңыз қалай екен? Не өзгеріс болып жатыр өзі? Күніңіз бұрынғыдан жарқырап тұрма, жеріңізге жаңбыр көп жауып тұрма, заттың бағасы түсті ма, аяқ астынан зауыттар ашылып, жұмыспен қамтылып кеттіңіздер ма? Мына полицейлер пара алмайтын болды ма, киімбілер одыраңдамайтын болды ма, түрмеде қамалған 10 мың қазақты босатты ма қаңтар қырғынында? Не болды өзі? Су жаңа болып кеттіңіздер ма? Не болды өзі? Тоқаевқа орай берейік дедіңіздер. Тоқаев орай болып, әбден күшейіп алғаннан кейін Назарбаевтың сол ескі тәсілін қолданады да, қолданып өзінің суайттарынан парламент жасайды. Сосын қайтадан сол Назарбаев құсап 90% қайтадан таққа отырады сол бет. Талтаңдап, мына екі осырақ шал, мына белет беріп, өтірік референдумды екі шал жүр ғой, көздері түлкі құсап ойнақтап. Сорладың ғой қазақ, сорладың енді, өстеп, сорлап, өтетін болдыңыздар ғой енді. Ал, не айтам енді? Не айтам енді? Басқа не айтам енді? Мен тек шындықты айтам. Ойбай, мықты болсаң елге келмейсің ба дейді. Алдымен мені елге кіргізем екен, соны Тоқаевтан сұраңдаршы. Мені 7 жылға соттады ғой. Үстімде тағы бір қылмыстық іс тұр, тағы да. 2 қылмыстық істің біреуін қысқартып, біреуін қысқартпай іліп қойды. Кез келген уақытта қозғаймыз деп. Соны сұраңдаршы. Мына елге келмейсің ба, мықты болсаң дегендер. Мына Арон Атабек елдің ішінде жүріп сотталды ғой, 17 жыл түрмеде отырды, 15 жыл. Түрмеден шыққаннан кейін де өлтіріп тастады ғой соны. Бір шетелдің онлайн консультантын жасауға мүмкіндік бермей, бүкіл шпиондарымен қамап, титушкаларымен бір телефон сөйлестірткізбей бізбенен өлтіртті ғой. Міне. Ал 10 мың қазақ түрмеде жатыр, елдесіздер, соны қорғай алдыңыздар ма? Дулат Ағаділді өлтірді, елде ғой сол. Не істедіңіздер? Дулаттың ұлын өлтіріп тастады, қыршыннан қиып. Міне, көктетпей, көгертпей өлтірді. Не істедіңіздер? Қуандық Шамахай ағамды Қытай концлагері туралы бірінші кітап жазған үшін өлтіріп тастады, қастықпен. Не істедіңіздер? Қаншама қазақты қаңтар қырғында жала жауып, мүгедек қылып, үтіктеп өлтірді. Ал қалың сұмырайлар шетел асып жүр. Міне, Кәрім Мәсімовті қылмыссыз деп жатыр қазір міне. Ана Құлыбаевың бірден ақша жек қойып екен, қайтарып бере салады деп шешім шығарды. Қайрат Сатыбалдың Қазақ Телекомның 28,8% акциясын, $1 триллион ақшаны біресе қайтарады, біресе қайтармайтын болып қалады. Біресе Дубайды ұсталады, біресе босап кетеді, біресе. Тайраңдаған Назарбаев Біріккен Араб Әмірлігінің азаматтығын $1 миллиард сатып алды деп еді. Ол шетелдік қой, ол араб қой қазір енді ол. Ол талтаңдап неғып референдумда жүр, түлкі көзін ойнаңдатып. Назарбаевтың қызына біресе іс қозғайды, біресе жабады, дәриға жоқ, міне ән айтып жүрме деп ұрғаш есек. Назарбаевтың қыздарының біреуін істі қылған жоқ. Отыр соның бәрін тыңдап, соның метрушкалар тайраңдап жүр. Арман деген есек ол, міне, баяғыда батыр көр, бай-бай, арман деп кетіп едіңдер. Ал, ол не болды? Ештеңкеге таңырқамай, сол тойларыңызды тойлап, әншілеріңізді тыңдап, анда-санда әншіні сындаса, ойбай, онер адамына тіл тигізбе деп, сол әнші, соны тыңдап жүре беріңіздер, солар сіздерге жақсылық істейді. Менде сол домбыра курс жоқ екен Америкада, менде сол домбыра үйреніп, менде әнші болам ба деп ойлап жүрмін. Қазақтарға әнші құдай, қазақтарға әнші болса болды сол. Менде баяғыда мектеп оқып жүргенде әннің көкесін айтқан, маған да баяғыда бір профессор, анау кімнің, Біржан Салдың айқай 25-ін айғайлап айтып тұрсам, өлгенше жабысқан, бір ай жабысқан сен мына, не айтшы деп анау, не де анау. Ана дауысты не деп айтушы еді, анау, деп айғайлайтын. Айтшы деп жатып кеп жабысы, кет жары деген. Сол сіздерге жағу үшін әнші болам ғой деймін, менде сол домбыраны айтып бітеп қисайып ақиды. Сол мықтап жанымды беріп үйренсем, 1 жылдақ домбырашы болып кетем мен. Үйге мына
лампочка салу, анау әжетхананы су түспей қалса шұқылау, анау мынау есіктің құлпысын ауыстыру деген ондай өнер енді бәлен жыл шұқып үйрене алмадым, бірақ әнші болу оңай сияқты сездеді маған. Аман болыңдар қазақтар, ән айтып би билеп жүре беріңіздер. Енді жаз келді ғой, тойға той ұласын, тамадаларға да бал болды. Тойларыңыз көбейсін енді сол. Не айтам енді? Жақсы сол, Тоқаев қарай беріңіздер, 30 жыл енді, 30 жыл басқарып көрсін. Немередеріңіз 30-ға келгенде бір жақсылық болып қалар енді. Қазақтарға аспаннан темір жауады десе, жұмсақ темір жауады, іштен кетпейді. Темір жауса, жұмсақ, темірдің жұмсағы болады екен, айтты ғой, ұлттық арнада айтты ғой деп отыра береміз. Аман болайықшы қазақтар айту. Адамзат тарихында бір ерекше жаралмыш боп, қазақ боп жасай беріңіздер енді. Қазақты оятамыз деймін. Мен өзім ұйықтап кетейін дедім ғой. Ел жұрттың бәрі оянса, мен оятасаңыздаршы, мен ұйықтаймын. Түнгі сағат 2 болып қалды біз жақта. Елдің бәрі оянғанда мен оятасаңыздаршы, жарай ма?